Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып шылау, шылаудың түрлері. Шылау өз алдына толық дербес мағынасы жоқ сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді байланыстырып, немесе сөзге қосымша мағына үстеп тұратын көмекші сөздер шылау деп аталады. Шылау септеулік, жалғаулық және демеулік болып бөлінеді. Септеулік шылау біріншіден атау, яғни арқылы, жайында, үшін, туралы, сайын, тәрізді. Жалғаулық шылау ыңғайластық, яғни мен, бен, пен, менен, бенен, пенен, да, де, тәте. Демеулік шылау, яғни сұраулық ма, ме, ба, бе, па, пе, ша, ше. Және ары қарай күшейткіш жалғасады. Ақ, ау, ай. Жалғастырамыз. Септеулік шылау. Барыс, дейін, шейін, таман, қарай, салым, жуық, тарта, тағы да басқандай. Шығыс, кейін, соң, гөрі, бері, бұрын, әрі, тағы да басқалай. Көмектес, қатар, қабат, бірге. Жалғаулықты шылау, яғни қарсылықты. Бірақ, алайда, дегенмен, әйтпесе, сонда да, әйткенмен. Себеп салдар шылау, себебі, өйткені, сондықтан, сол себепті. Талғаулықты шылау, әлде, біресе, бірде, не, немесе, я, яки, болмаса, кейде. Кезекте шылау, кейде, бірде, біресе. Шартты шылау, егер, егерде. Келесі демеулік шылауды қарастырсақ, шектік, яғни ғана, қана, тек, ақ. Болжалдық шылау, мыс, міс, ау. Болымсыздық шылау, түгіл, тұрсын, тұрмақ. Нақтылау шылау, қой, ғой, ды, ты. Бүгінгі тақырып осы, түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.